Видеода носки, іш киім ол не деген сұрақ қойыпты. Яғни изменаның түсі неге бұл нәрселермен білінеді деген сұрақ бұл. Әңгіме не жайлы білмейтіндер профилдің кейбір түстерінің жорылуы атты видеоны көрсе болады. Онда изменаның, яғни күйеудің немесе әйелдің, жігіттің немесе қыздың көзге шөп салуын түсіндіргенбіз. Оның белгісі телефон, носки, іш киім деп айтқанбыз. Ал енді ашықтайық. Бірінші телефон. Қазір байқасаңыз өмірде ешкімді жоғалтпаймыз, жердің астына түсіп кетпеген жанның бәрімен байланыстамыз. Байланыста болмағанды тауып алу өз қолымызда тағы. Қазіргі әлеуметтік желілердің түгел хат алмасуға ыңғайлы етіп жасалған. Тіпті көп жұптар осы желі арқылы танысып, отбасы болған. Күйеу, әйел хабарлама арқылы байланыста алады. Түптеп келгенде телефонның мақсаты байланыстыру. Өмірде де измена жасап жүрген жұбыңыз телефонын тығып әуре болады. Ал түсіңде ұстап жүрген измена жасап жүрген деген сөз. Әрине ол тағы көргеніңізде қарай жорылады. Измена жасап қойды, немесе енді жасайын деп жүр, жасаудан бас тартты, немесе баяғыда жасап қойды. Телефонды қалай көргеніңізге жорылады. Ал носки және іш киім неге изменаға жорылады десек, өзі адам бұл нәрселерді қай кезде шешеді, ойланып көргенсіз ба? Ақыл есі бүтін адам үшін бұл нәрселерді өзінен басқа көз барда шешу ұят болады. Ал енді менің күйеуім немесе менің әйелім менің төсімде шешті ғой деген орынды сұрақ туады. Жауабы, жұбыңыз өмірде шешініп жүрген болса, төсіңізде шешінбейді. Демек, жұбыңыз төсіңізде шешініп жатса, сізден басқа да адам бар, яғни измена жасап жүр деген сөз. Носки, іш киімді қалай көру маңызды емес, кімдікін көру маңызды. Яғни сушилкада жайылып тұр ма, аяғынан шешіп жатыр ма носкиін маңызды емес. Кімнің іш киімі сушилкада жайылып тұр, кім аяғынан носкиін шешіп жатыр, сол маңызды. Әдеттегідей видеоны соңына дейін көрсеңіз, измена түсін көрсеңіз, WhatsAppқа измена деп жаза кетіңіз, түсіңіз тегін жорылады.